Қайырлы күн, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін біз осындай жұмсақ мақта жіп, жалпы детский киімдерге кардиган тоқуға жақсы жіп. Мен бұның қағазын жоғалтып алғам, таппадым. Бұл жалпы менің осы каналымда бар. Телпек шапка, телпек тоққам осы жіптен. Содан қалған менде остаток жіп. Енді мен осыны детский, новорожденный детский кардиган қылып тоқиын деп отырмын. Так, ол үшін 54 воздушный петля аламыз. 54. Осыны мен бірінші деп бастап санаймын. Екі, үш, төрт, бес, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 54 воздушный петля тоқыдым. Енді мынау 54-ші, мынау 53, біз 52-ші ілмекке тоқимыз. Қазір накид аламыз да, 52-ші ілмекке іліп аламыз. Осы ілмекке ілемін. Осылай жартылай ілмек тоқимыз. Накид, келесі ілмекке, накид, келесі ілмекке, накид, келесі ілмекке. Осылай міне аяғына дейін тоқып келеміз. Сонда бізде мінеке мына жерде 2 воздушный деп есептегенде бізде общий сонда 53 столбик шығу керек. Мінеке мысалы мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп санаймыз. Сонда бізде 53 столбик шығу керек. Осыны аяғына дейін осылай тоқып келеміз. Мінеке мен аяғына дейін тоқып келдім. Бізде осының бәрін қосқанда 53 столбик шығу керек жартылай. Енді мінеке соңғы ілмегіне дейін тоқимыз осылай. Енді 2 воздушный көтерілемін. Біреу, 2 воздушный көтерілеміз. Екінші бетіне осылай айналдырамыз. Енді мінеке накид аламыз да, осында түбіндегі ілмегімізге осы жерге 3 столбик накидым тоқимыз. Осы бір ілмекке, дәл осы ілмекке. 2, 3.
мына жіптер осылай тұра берсін. Соңынан жиектеген кезде астына қосып тоқып жібересіздер. Қиып алып тастаудың қажеті жоқ, тұра берсін. Жиектеген кезде астына қосып тоқып жібереміз. Так, осы бір ілмекке осылай мінекей 3 столбик тоқыдық. Накид. Енді 1-2 ілмек қалдырамыз. Осы ілмекке тағы да 3 столбик накидім. Жакет өте оңай. Енді бастап тоқып жатқан қыздарға өте оңай жакет. Так, накид аламыз. Неке, тағы да 1-2 ілмек қалдырамыз. Келесі ілмекке. Үш столбик накидім. Енді бұл бізде өңіріміз, яғни алдыңғы жағы. Алдыңғы жағы бұлай осылай мінекей. Алдыңғы өңірінің бір жағы. Енді мінекей мен басқа түстен осылай тоқып жатырмын. Сіздерге түсіндіріп өтейін. Түсінікті болу үшін көрсетіп жатырмын. Мінекей мынау алды өңірі, мінекей мынау екі жеңі, мінекей мынау екі жеңі. Былай қарай кеудесі тоқылып кете береді. Мінекей біз енді мінекей мына жердегі келдік. Мінекей осылай міне 3 немізді тоқып келдік. 3 арқанны. 1, 2, 3 арқанны тоқып келдік. Енді осылай бір ілмекке енді иықты тоқимыз. Алдындағы өңірге осылай 3 арқамыз тоқып аламыз. 2 воздушный көтерілемін. Енді дәл осы ілмекке, дәл осы жерге тағы да 3 столбик тоқимыз. Накидім. 1, 2, 3. Так, накидіміз аламыз да, енді одан кейін тағы 1-2 ілмек қалдырып, келесі ілмекке 3 столбик накидім. Тез-тез тоқи берейін, түсінікті деп ойлаймын. Енді осындай біз 5 арқа тоқып келеміз. Осы жерге мінекей 1-2 тоқыдық. Так, 1-2, 3 тоқыдық. Бір ілмекке 3 столбик тоқимыз осылай. Так, 1-2 ілмек қалдырамыз. Так, нешеу тоқыдық? 1, 2, 3, 4, 5 тоқыдық. Бұл бізге иығына түсетін жер бұл. 1, 2, 3, 4, 5 тоқыдық. Енді 2 воздушный. Енді біз арқа жағына кетіп бара жатырмыз. Ол үшін тағы да осы жерге тағы 3 столбик тоқимыз. Сонда бір ілмекке 6 столбик тоқиын деп тұрмыз. Мінекей. Енді осындай арқаның алтауын тоқып келеміз арқа бетімізге. Так,
бір екі ілмек қалдырамыз. Екінші аркамызды тоқып жатырық. Үшінші аркамызды тоқып жатырық. Так, бір екі ілмек қалдырамыз. Так, бір екі ілмек қалдырамыз. Так, нешеуін тоқыдық? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу тоқыдық та. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу тоқыдық. Енді тағы бір арка тоқып жіберейік. Так, бір екі ілмек мына жерге. Бұл бізде арқа бетіміз. Енді неке? 1, 2, 3, 4, 5, 6-ауын тоқыдық. Енді осы жерден 2 воздушный. Енді екінші жақ иықтың үстіне келеміз. Ол жерге де жаңа міне мынау арқа бетіміз, мынау міне иық. Мына иықта біз 1, 2, 3, 4, 5-еуін тоққан болсамыз, осы жерге де 5-еуін тоқып кетеміз. Так, мына жерге тоқимыз. Екі ілмек қалдырамыз. Жалпы қыздар, менің пайдаланатын инем үштік ине. Мен осы каналда барлық заттарымды осы инемен тоқып жүрмін. Маған осы ине ыңғайлы. Үштік ине. Так, 1, 2. Так, нешеуін тоқыдық? 1, 2, 3, 4-еуін тоқыдық. Енді біреуі қалды. Так, 1, 2 ілмек қалдырамыз. 5-ші аркамызды тоқып жатырмыз. Так, енді 2 воздушный. Енді өңіріміздің екінші бетіне келдік. Ол жерге бізде қалған 3 аркамызды тоқып тастаймыз. Мына басындағы осындай 3 арка түсу керек өңіріміздің екінші бетіне. Так, мына кет. Да, 1, 2 ілмегімізді қалдырамыз. Неке?
екеу, екеуін тоқыдық, екеу. Енді осы жердегі міне мына тұрған соңғы ілмекке мынаған осы жерге біз төрт столбик тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, мінекей төрт столбик тоқыдық. Сонда мынау бізде мінекей осылай болып түседі. Осылай болып мынау иығымыз, мынау мойыны. Енді осыны ары қарай былай қарай тоқып кете береміз. Сонда мінекей бізде осылай болып шығады мінекей. Енді енді осы төрт столбикпен аяқтаған осы жақ басына келген кезде осылай 3 воздушный көтерілеміз. Біреу, екеу, 3 воздушный көтерілеміз. Енді екінші бетіне айналдырамыз да накидпен енді мына жерге сразу тоқып кете береміз. Накид, осы жерге 3 столбик, осы арқаға 3 столбик. Так, сразу накид аламыз, мінекей келесі арқаға. Накид аламыз да, міне келесі арқаға осы жерге 6 столбик тоқимыз. Мінекей мынандай болып, мінекей. Осындай болып бұрыш түсіп отыру керек бізде уже. Бір ілмекке 6 столбик. Осы қатар мінекей. Әуел 3 столбик тоқып аламыз. Екі воздушный. Енді осы жерге тағы да 3 столбик накидым. Енді міне иық жағына келатырмыз, мінекей. Мына жерге дейін осылай тоқып келеміз. Әр арқаға 3 столбиктан. Арқаларымыз қалып қоймасын. Мұқият қарап отырып тоқимыз.
Так, мына жерге мінекей 6 столбик тоқимыз. Ортасына 2 воздушный қалдырып, әуелі 3 столбик тоқып алайық. Мінекей 2 воздушный. Дәл осы жерге тағы да 3 столбик накидым. Енді ары қарай тоқып кете береміз. Мінекей осылай. Мына жақтарында осылай тоқып келеміз өзіміз. Мінекей мына жерге де 6 столбик тоқисыз, мынандай қылып. И мына жерге тоже осындай қылып 6 столбик тоқып, осы жерге дейін тоқып келеміз өзіміз. Мінекей шетіне дейін тоқып келдім. Мінекей. Енді так. Осы жердегі ең соңғы ілмекке 1 столбик тоқимыз. Яғни бұл бізде воздушный петляның рөлін атқаратын болады. Так, накидімізді алдық. Енді осы жердегі ең соңғы ілмек. Соған осылай 1 столбик тоқимыз. Мынандай тесігіміз қалу керек. Енді бұл жерде бұл жақ қапталында біз осылай 2 воздушный көтерілеміз де, мінекей мына бастағандай, мына жерде бастадық, дәл сондай қылып ары қарай тоқи береміз. Осы жерге енді мына воздушный петляны қоспағанда 3 столбик тоқимыз. Біреуін тоқыдық. 2, 3. Общий 4 столбик болу керек сонда бізде осы жерде. Енді ары қарай тоқып кете береміз. Осылай ары қарай тоқып кете береміз. Мына осы жерлерді енді біз әбден кардиганымыздың ең аяғына дейін дәл осы жерлер осы бұрыш болып тоқылып кете береді. Яғни мінекей мына кеудесіне дейін, мына жерге дейін мына осылай бұрыш болып тоқылып түседі. Мінекей осы жерге дейін бұрыш болып тоқылып түседі. Осыған бұрышты бұрыш қылып, әр арқаға осылай 3 столбиктен тоқып, осы жерге дейін тоқып келеміз. Мінекей осы жақ шетіне де келдік. Енді мінекей мына тұрған осы арқамызға 4 столбик тоқимыз. Мінекей мынандай 4 столбик тоқимыз. Біреу, 2, 3, 4. Енді біз осы жағында 3 воздушный көтерілеміз. 1, 2, 3. Мінекей екінші бетіне айналдырып, осылай келесі арқаға осылай тоқып кете бересіздер. Түсінікті де ойлаймын. Енді осыны өзіңіздің қалаған размеріңізде тоқып келесіз. Осылай тоқып кете береміз.
Мінекей мына жағына айналып келеміз. Келеміз де мінекей мына жерге келіп, мына жерге соңғы үш столбик тоқисыз да, сосын мына жерден соңғы бір столбик воздушный петляның рөлін атқаратын бір столбикті тоқисыз осы ең соңғы ілмекке осылай. Сосын осы қатар ұқсатып жалғастырып кете бересіздер. Енді мен бұны жаңа туған баланың размеріне сай тоқып жатырмын. Біздер мына жерде мысалға 3 столбиктан бастадық. Мінекей 1, 2, 3. 3 арка дейін да. 3 аркадан бастадық дейін. Мінекей мына біздің бұрышымыз шыққан. Сонда мінекей 1, 2, 3 аркадан бастадық. Бұл кішкентай новорожденный балаға болатындай кардиган шығады. Енді сіздер одан да үлкендеу қылатын болсаңыз, үлкен балаға тоқығыңыз келсе, дәл осы техникамен мінекей уже мына жерде мен 4 столбикпен бастап тоқыдым. Бұл үлкендеу жакет шығады, енді үлкендеу кардиган шығады бұдан. Мінекей мына біздің бұрышымыз, мінекей. Міне бұрышымыз, сонда міне 1, 2, 3, 4 өңірінде 1, 2, 3, 4 арка. Так. Мінекей былай түседі ғой. Так, мінекей өңірінде 4 арка, мінекей. Мына жерде бұрыштан бастап, мына жерге дейін 7 арка, мінекей мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 арка. Иығымыз 8 болады сыра. Алды 4-4-тен болғасын. Иығына 8-ін аласыз. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мына жақта 7-еу. Екінші өңірімізде 4-еу. Бұны біз 78 воздушный петлядан бастаймыз. 78 воздушный петля іліп аласыз да, 76 воздушный петлядан кейін қарай тоқып кетесіз. Осылай үлкен размер, одан да үлкен размер тоқыңыз келсе, 5 аркадан бастап тоқуға алады. Есептеп өзіңіз ары қарай солай тоқып кете бересіз. Үлкен адамға да осылай жакет, кардиган тоқуға болады. Осының тек осы аркаларыңыздың санын көбейте бересіз. Есептеп, воздушный петляңызды да есептеп шығарып алып тоқи беруге болады. Енді біз осындай көлемде тоқып келеміз. Мысалға мына жерде мен мына жерде мысалға біз қанша мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 бұрыш көтеріліп біз солай тоқып келсеңіз де болады. Мына жерден 1, 2, 3, 4, 5, 6 осы 6 қатар тоққаннан кейін осылай мына жерде қосылатын боламыз. Соған дейін өзіміз осыны тоқып келейік. Сосын көрсетемін. Мінекей мен осындай көлемде тоқып келдім. Мінекей мына жерде мысалға менде 1, 2, 3, 4, 5, 6 арка тоқып алдым. Мінекей осылай 6 арка тоқып алдым. Так, енді мен осындай бордовый түстен алдым. Бордовый, ашық бордовый ма? Сондай түстен алдым. Енді мінекей былай алды, кофтаның алды былай. Так, мінекей мына жерден біз бітіріп, мінекей мына жерде
осылай 4 столбикті тоққаннан кейін осы жерден бір ілмекке өтіп осылай бітіріп алып тастаймыз. Енді осы жерден қайттан бастаймыз. Осы міне аяқтаған жерден бастаймын. Біз осы жерде мінекей 3 воздушный көтеріліп кетуіміз керекпіз ғой. Соны мен енді осы қызыл жіппен көтеріп кетемін. Біреу, екеу, үшеу. Енді екінші бетімізге айналып, осыны енді ары қарай тоқып кетеміз. Так. Осыны неке осы жерден бастадық. Енді осыны біз неке осы жерден бастадық. Енді біз осыны осылай айналып, мына иығымызды түгел айналып тоқып келеміз де, мына жерге дейін тоқып келеміз. Осы қолтықтың артқы осы қиылысына тоқып келеміз. Неке. Міне кофтымыз. Неке кофтымыз бұлай ашылатын неке. Енді осыны мына жерді айналып, мына бұрышқа дейін тоқып келеміз. Осы қызыл жіппен. Неке. Мына жерден бастадық. Мына бұрышқа дейін осылай тоқып келеміз. Енді осы жерде бір воздушный көтеріліп аламыз да. Осы міне мына бұрыштағы, мына бастаған жеріміз, мына бұрышқа осы ілмекті өткізіп аламыз. Екінші воздушныйымыз бұрыштың. Енді біз міне бұрышта жүрміз. Осы бұрышқа осылай 3 столбигімізді тоқимыз. Осылай ары қарай айналып кете береміз. Осылай айналып, мына жерге дейін тоқып келеміз. Осы жерге дейін тоқып келеміз. Неке. Осылай. Мына бұрышқа дейін тоқып келдік. Енді осы бұрышты да мына артындағы бұрышқа қосып аламыз. Мына алдымыз. Бір воздушный көтерілеміз де, мына жерге осылай өтіп, екінші воздушныйымыз. Осы бұрышқа 3 столбигімізді тоқимыз. Осылай ары қарай тоқып кете береміз енді.
осы жерге дейін тоқып келеміз. Бұл жерді де әкетімізді алып, осы ең соңғы тұрған ілмекке осылай өтіп аласыз. 2 воздушный. Екінші бетімізге айналамыз да ары қарай енді тоқи береміз осылай. Еш қиыны жоқ. Қазір 2, 3 столбигімізді тоқып алдық. Ары қарай осылай тоқып кете бересіздер. Енді міне осы қызылды, осылай тек қызылдың жолын осылай жиектеп, осы жерден кейін қайтып, осылай тоқи бересіздер. Просто мінекей мына жерге қазір біздер мінекей мына жерде тоқып жатырмыз. Мына жерге келген кезде қазір мінекей мына жерден мына жерде жүрміз қазір. Мына жерде өзіңіздің кәдімгі 3 столбигіңіз тоққаннан кейін, мына жерде де осы жерге де 3 столбик тоқып аласыз. Мына жерге де 3 столбик тоқып аласыз. Сосын ары қарай кете бересіз. Екінші жағында да, екінші қолтығында да осылай. Мына жерге де 3 столбик, мына жерге де 3 столбик тоқып алыңыз. Сірә мына жерге тоқисыз ғой. Мында 3 столбик, мында 3 столбик тоқып алыңыз. Солай айналып кете береміз. Әр арқаға осылай 3 столбигімізді тоқи береміз. Мына жерде бұрышқа осы жерге де 3 столбик тоқып аласыз осылай. Жіптеріңізді тартыңқырап ұстай беріңіз. Мына жағына да мына жерге де 3 столбик тоқып аламыз. Ары қарай осылай кете бересіздер. Менде тағы осындай кофта тоқылып жатыр. Алдымыз, жеңіміз. Мына жерде де жеңінде осылай болып шығады. Бұрышқа екеуін тоқып аласыз, мынандай алып. Осылай айналдырып кете береміз. Осылай тоқып келеміз енді.